Сәлем достар, бүгін мен кеңсе қызметкерлері жиі шалдығатын 4 ауру туралы айтатын боламын. Кеңсе жұмысының улы заттарға немесе ауыр физикалық жүктемеге еш қатысы болмағандықтан ол ең қауіпсіз жұмыс түрі секілді көрінеді. Алайда компьютер алдында ұзақ уақыт бір күйде отыру түрлі аурулардың пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Ендеше, кеңсе қызметкерлерін қандай аурулар жиі мазалайды және олардың алдын алу қажет. Құрғақ көз синдромы. Бұл ауруға көбіне үнемі компьютермен жұмыс істейтін немесе көп құжат қарайтын адамдар шалдығады. Құрғақ көз синдромының пайда болуына кабинет ішіндегі ауаның жеткілікті ылғал болмауы және көзді жыпылықтатуды ұмыту әсер етеді. Егер көзіңізге құм түсіп кеткендей сезінсеңіз және үнемі шаршап жүрсеңіз, офтальмологқа қаралып, көзге арналған арнайы гимнастика жасауға кірісіңіз. Монитордан әр 10 минут сайын алаңдау керек екенін ұмытпаңыз. Алысқа және жан-жағыңызға жоғары төмен қараңыз және көзіңізді жыпылықтатыңыз. Белгілері: құрғақ көз синдромы кезінде көздің ішіндегі басқа бірдеңе бар секілді болу, жоғары сезімталдық, көз ішінің қышуы, жарыққа қарай алмау және бұлдырау орын алуы мүмкін. Несімен қауіпті? Бұл синдром кезінде көзді ұстай немесе қаси бергендіктен оның механикалық зақымдау мүмкіндігі артады. Көздің мүйізгек қабығы үнемі кеуіп кете берсе, көздің ішінде көруге негативті әсер ететін жаралар пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ көз жасы жеткілікті өндірілмесе, көздің өзін-өзі тазарту процесі нашарлайды. Нәтижесінде зиянды микроағзалардың көбеюіне арналған жағымды орта түзіледі. Оның алдын алу: бұл ауру пайда болмас үшін компьютер алдында жұмыс істеп отырғанда көзді жиі жыпылықтатуды әдетке айналдыру қажет. Сонымен қатар бөлме ішіндегі ауа ылғалдылығын бақылап, көз гигиенасын сақтау қажет. Компьютердегі жұмыс көз деңгейіне орындалу үшін мониторды реттеуді ұмытпаңыз. Екінші, арқаның ауруы. Күні бойы отыру бір қарағанда ғана керемет секілді көрінеді, ал негізінде қозғалыстың болмауы арқамен байланысты проблемаларға әкеледі. Оның үстіне бүкірейіп отыру және монитордағы көру үшін мойынды алға қарай созу бұл мәселені ушықтырып жібереді. Белгілері: аз қозғалысты жұмыстың салдарынан жүйке ұштарының қысылып қалуы және омыртқа аралық дисктердің өзгерісі жатады. Ал бұлар өз кезегінде аяқ-қолдарының, мойынның және арқаның ауруына әкеледі. Несімен қауіпті? Егер адам күннен күнге компьютер алдында дұрыс отырмаса және бір басталып, бір кетіп қалатын жағымсыз сезімдерді елемесе, буындары мен бұлшықеттер қысылып қалады. Сондықтан үздіксіз бас пен бұлшықеттер ауырады. Алдын алу: таңғы жаттығуды қалдырмаңыз. 15 минуттық физикалық жүктеме жасау арқа проблемасының алдын алады. Жиі қысқа үзілістер жасаңыз. Әрбір сағат сайын орныңыздан тұрып, аздап жаттығу жасаңыз. Кабинет ішінде жүріңіз, созылыңыз немесе отырып тұрыңыз. Тамырлардың түйнеліп кеңеюі. Жұмыс барысында көп жүретін қызметкерлердің біразында варикоз бар деп саналады. Бірақ компьютер алдында ұзақ отыратын адамдар да бұл қауіпті топқа кіреді. Көп жүретін қызметкерлерде варикоз аяққа жүк түскеннен пайда болса, отырып жұмыс жасау кезінде әсіресе бір аяқты екіншісі үстіне қойып отырудан тамырлар қысылып қалғанын қиналады. Яғни аяғымыз шаршайды. Бұл жағдайда аяқтың төменгі жақтарына қан жиналып қалады да, ол тамырлардың түйнеліп кеңеюіне әкеледі. Белгілері: варикоздың бастапқы белгілеріне балтырдағы ауыртпалық, жүру кезінде тез шаршау және аяқтың жиі үйіп қалуы жатады. Несімен қауіпті? Адам бұл аурудың белгілерін елемей жүре берсе, аяқ терісінің көгілдір тамырлары көріне бастайды. Уақыт өте бұл жерлер қатты ауырады, ал ауру күшейіп кетсе, тамырлардың жарылуы да әбден мүмкін. Мұны хирургиялық әдіспен емдей бастайды. Алдын алу: бұл аурудың пайда болуына ықпал етіп тұрған жұмысты ауыстыру мүмкін болса, жұмыс арасында гимнастика жасаңыз. Ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Қарама-қарсы душ қабылдаңыз және С-Е-Р дәрумендерін қабылдаңыз. Жүрек, қан тамырлары жүйесінің аурулары. Компьютер мониторынан көз алып, 1 секунд уақыт бөліп, жұмыс үстелінде қалай отырғаныңызға мән беріңіз. Иықтарыңыз көтеріңкі тұр ма, басыңыз алға қарай бағытталған ба, мойныңыз бен желке бұлшықеттерін ширыққан күйде ұстап отырсыз ба? Егер осы 3 сұраққа да иә деп жауап берсеңіз, онда есіңізде сақтаңыз. Мұндай дене қалпы омыртқа артериясы жүйесінде қанның тоқтап қалуына және ми қан айналымының бұзылуына әкеліп соқтырады. Белгілері: егер аз қозғалысты өмір салтынан жүрек
қиналса, кеуде тұсы қысып ауырады. Тыныштық немесе физикалық жүктеме кезінде ентігу пайда болады. Қан тамырларымен проблема болса, бас айналады. Аяқ-қолдардың әлсіздігі және есте сақтау қабілетінің нашарлауы да орын алады екен. Несімен қауіпті? Бұл бас ауруы, есте сақтау және зейін қоюдың төмендеуі, тез шаршау, кардиология және шелбезаралық жүйкелердің ұзақ уақыт қысылып тұруының себебінен жүрек ырғағының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Алдын алу шаралары ең бастысы үнемі бұлшықеттің ширығуын және енгізу күйін бақылап отыру. Телефонға немесе компьютерге ескерту орнатып қойыңыз. Содан соң әр 20-30 минут сайын қалай отырғаныңызды тексеру үшін аз уақытта жұмыстан алаңдаңыз. Арқа бұлшықеттері ширығып тұр, иығыңыз қатты көтеріліп тұр ма, немесе қолыңыз ауырып қала ма? Осының бәрін бақылап отыруымыз қажет. Дәрігерлер осындай қысқа үзілістерден кейін саусақтарын ашып жауып, қолдың бас жағын айналдырып, иықтарыңызды бірнеше рет көтеріп түсіруді ұсынады екен.